Кайырлы күн достар. Бүгін попкорнға дизайн жасап үйренеміз. Ол үшін PicsArtқа кіреміз. Плюсті басамыз да попкорнның шаблонын таңдап аламыз. Таңдаған кезде осындай қап-қара болып тұрады, қорықпаңыздар. Қазір фон қоямыз. Добавить фото. Сосын недавнийін бастамыз да галереяға кіреміз. Галереядан өзімізге керек, ұнаған фонды қоямыз. Мен мына фонды таңдағым келіп тұр. Светлый роза или мынау. Кім біреусін. Мына розовый таңдайын. Так, добавить дедім. Енді созамыз бәрін. Үлкейтіп созамыз, чтобы шаблоны бәрін жабатындай бәрін. Енді астында смешательге кіреміз. Сосын наложение басамыз. Мінекей. Попкорнның сызықтары көрінді. Жанында фонымыз қалып қойды. Ештеме болмайды, ол қиып тастай саласыздар. Сөйтеміз да галочканы басамыз. Галочканы басамыз. Сол кезде фонымыз қатып қалады, қозғалмайды. Қайтып добавить фотоға кіреміз. Недавний галерея. Өзіңіз қандай сурет қойғыңыз келеді, соны қойсаңыз болады. Мен зайчикті қойғым келіп тұр. Добавить деймін. И айналдырамыз. Айналдырамыз осылай. Мынау асты жағына өстіп қоямыз қоянымызды. Өстіп қоямыз. Енді рамка қоямыз. Галереяға кіреміз да, өзіміздің рамкамызды қоямыз. Рамканы таңдаймын. Добавить деймін. Рамка ұнамай қалды маған. Перевернуть. Дейміз да. Қараңыздар, рамка бірдей болу үшін астына өйтіп алып келеміз. Астына попкорн астына линияны өріп тұрсыздар ғой, сонымен бірдей параллельно қаласыздар. Мінекей өзде сары сызық шығып көрсетеді. Сосын бар үстіне алып келесіздер, үстіне әкеп кішірейтсеңіз де болады. Цветін өзгерсеңіз де болады. Ол үшін эффектіға кіресіздер. Сосын эффектіда мінекей неше түрлі фильтр бар. Соны таңдасаңыздар болады. Фильм 2 деген розовый қалады екен. Үстіне басып, тағы былайынан жылжытып жылжытсаңыздар болады. Блюр дейді. Блюр бізге керек емес. Усилениені басып көрейік. Выжигание, темнее, светлее, наложение, мягкий свет, жесткий, осының бәрін көріп көрсеңіздер болады. Мінекей осы цвет кеп тұрған сияқты. Біз көрейін. Осы цвет болады. Кішкене кішірейтіп. Енді төбесіне корона қойсақ та болады, чтобы әдемі болу үшін. Мынау зайканың үстіне шығып тұр. Ол үшін зайканың астында тұру үшін мынау екі слойды басамыз да вниз дейсіздер. Сол кезде зайканың астына барады осылай. Енді добавить фото дейміз, или даже стикерға кіріп корона деп терсеңіздер. Неше түрлі короналар шығады. Мына коронаны алайын, или әдемісін мынаны алайын. Бұраймыз былайынан. Кішірейтеміз. Үстіп қоямыз төбесіне. Все әдем болды. Мына екінші жағына қойсаңыздар да болады. Мына жерге қарай двусторонний попкорн қылып. Просто копировать етіп қоя саласыздар. Істемей қойын. Мінекей попкорнымыз дайын. Тексті жазуды білесіздер, көрсетпей қойайын. Әдемі попкорн болып шықты. Осы тегін шаблон сіздерге сыйлаймын. Ол үшін маған тіркеліп YouTube каналға осы видеоға лайк басу керек. Сосын мен сіздерге ссылка беремін. Комментарий қалдыру керек еще. Жақсы, сау болыңыздар.